Сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге үлкен гүлдер мен светильниктерге қандай материалдар, құрал-жабдықтар керек екені туралы айтып өтетін боламын. Үлкен гүлдерді мен изолон деген материалдан жасаймын. Көбінесе негізі басқа да материалдар бар. Ең негізгісі осы изолон деген материал. Изолонның түрлері де өте көп. Изолон, изофам, китайлон және фоамираннан да гүлдер жасайды. Органза деген материалдардан, маталардан да гүлдер жасауға болады, үлкен гүлдер жасауға. Изолонның өзінің қалыңдығы болады. Қазір менің қолымдағы 2 мм қалыңдығы. Осы түрлі түсті изолондардың ені 70 см болады және метрмен сатылады. Метрі қазір 850 теңгеден басталады. Гүлдер жасауда ең негізгі керек құрал ол бізде строительный фен. Именно строительный фен керек. Шаш кептіретін фен болмайды. Мен осы Крон деген фирманың фенін қолданамын. Өте мықты фен екен. Гүлдерді бастағаннан бері осы бір фен қолданып келем. Енді келесі кезекте бізде плафон керек болады. Гүлдердің формасын, әсіресе роза гүлінің формасын келтіру үшін осындай плафон керек. Осы 20 см диаметрі кішкентай плафон және үлкен плафон қолданамын. Ол да пластик, екеуі де пластик. Міне осындай болады. Бұларды гүлдердің формасын келтіруге қолданамын және светильник жасауда 20 сантиметрлік плафонды қолданамын светильник жасаған кезде. Көп қойылатын сұрақтардың бірі гүлдерді қалай тұрғызып қоюға болады және сабағын неден жасаймыз. Сабағын осындай металлопластиковый трубадан жасаймын. Бұл металлопластиковый труба 15 см диаметрі. Екі түрі болады, 15 см және 20 см. 20 см трубаны үлкен гүлдерде қолданамын, ал 15 см диаметрлі трубаны кішкентай гүлдерде қолданамын. Ал бұл молд деп аталады. Гүлдердің жапырақтарын осыған формасын келтіре аламыз. Өте шынайы көрінеді. Ал басқа да светильниктер жасау үшін, әсіресе лилия светильнигін жасау үшін осындай кішкентай патронмен кукурузный лампа қолданамыз. Ал үлкен светильниктерге плафон қолданамыз 20 сантиметрлік. Және сабақтарын орау үшін, жасыл түс беру үшін осындай тейп лента қолданамыз. Ескерте кететін жайт, светильниктерге тек қана осындай LED лампа қолданамыз 3 вольт пен 9 вольттың аралығында. Және де пульті бар LED лампада қолдансаңыздар болады. Өте әдемі болады, пультпен цветін ауыстырып отыруға болады. Светильниктер жасаған кезде осындай шнур керек болады, вилкасы керек. Негізі осының дайын түрі де бар, дайын түрінде қолдансаңыздар болады. Және бізге обязательно клей, пистолет керек. Және желімдері, қайшы, үлкен кішкентай сызғыш керек, кішкентай отвертка керек. Егер гүлдерді тонировать ететін болсаңыздар, егер бояйтын болсаңыздар, осындай пастель қолдансаңыздар болады. Масляный пастель немесе сухой пастельде болады. Және де колермен бояса да болады изолонды. Плоскоуцы керек. Және де осындай қысқыш да керек болады. Бұл қысқыш металлопластиковый трубаны кесуге арналған. Міне қыздар, үлкен гүлдер мен светильниктер жасау үшін осындай құрал жабдықтар мен материалдар керек болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийде обязательно қоя кетіңіздер. Барлық сұрақтарға жауап беремін. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көбінесе қыздар каналға тіркелмей көреді екен. Сол ең бастысы тіркеліп қойыңыздар, менің жаңа видеоларымды көріп отыратын боласыздар.